Саламатсыңдар ма балалар? Қалайсыңдар көңіл күйлерің? Көңіл күйлерің өте жақсы, жақсы. Қолымызбен бағып отырамыз, кәнеки балалар. Балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңдер. Мәди келді бүгін маған, Олжан келді, және Али келді. Мінекей балалар, сабаққа өте жақсы көңіл күймен қатысайық, Бүгінгі сабақ балалар бізде айналамызды және кеңістікті бағдарлаймыз, Айналамызда не болып жатыр? Қазір жылдың қай мезгілі мысалы? Қалай ойлайсыңдар? Жылдың қай мезгілі? Бізде қыс кетті. Енді далада ауа райы қандай болып тұр? Күн жылы болып тұр, Күн жылы, өте әдемі, көктем, Али, қай жылдың мезгілі екен бізде? Көктем. Күн шығып тұр. Олжан? Күн жылы, Күн жылы. Біз не істедік? Ауыр киімдеріміздің бәрін, қыстық киімдердің бәрін тастадық, және жеңіл киіндік, Жеңіл киініп бастадық. Қолдарымызға қоямыз, Олжан. Әнеке қолымызды бүйтіп қойып тыныш отырамыз. Ал енді қараймыз. Қазір балалар, далада қазір мінекей ауа райы өте жақсы, күн жылы. Біз терезелерді аштық, Мына бөлмеде кеңістікті бағдарлайық. Осы бөлменің біз қай жерінде отырмыз, Олжан? Бөлменің ортасы, айтамыз. Ортасы, Мәди? Біздің, қараңдар, оң жақтарында не тұр мысалы? Мінекей оң жағымызда бұл не? Терезе. Олжан, арт жағымызда не тұр? Артымызда терезе. Олжан, айтамыз, терезе тұр, Сол жақтарында не тұр? Мына бөлменің сол жағында ойнайтын нелерін алыр? Ойнайтын, Олжан, заттар. Қайталаймыз, айтақшы. Ойнайтын заттар. Өте жақсы. Айта береміз. Так, Мәди, мына жерде кім отыр? Ортада кім отыр? Сендер отырсыңдар, ортада? Ортада мінекей сендер отырсыңдар. Және алдыларында кім тұр? Әпкей тұр арттарында. Әпкейдің артында не тұр? Бұл не? Тақта. Алдымызда біз партада отырмыз, және бұл не? Тақта. Бөлменің несі тұр? Есік. Яғни біз осы бөлменің ішінде бағдарлап отырмыз. Көрдіңдер ме? Енді табиғатта, балалар, сендер қазір бөлменің ішінде артымызда қандай зат тұр, жанымызда қандай зат тұр, оң жақта қандай, сол жақта қандай зат тұр. Астымызда не тұр, мінекей мына бөлменің? Бұл не мына астын? Мынау не? Төселіп тұрған. Әли, бұл не? Мына не деп айтамыз? Төселіште не деп айтамыз? Кілем. Қайталап айтамыз. Кілем. Олжан, бұл не екен? Кілем. Даусымыз шығарып айтамыз. Яғни астымызда бұл кілем төселіп тұр екен, Сол сияқты бөлмені біз бағдарлап алдық. Енді табиғатты да бағдарлай аламыз, балалар, Оны біз ылғи да әртүрлі, мысалы, табиғатты, күнделікті тұрған мынау жан-жағымызда заттар, мысалы, асханаға кірсеңдер не бар ол жерде? Ол жерде столдар тұр, сендер тамақ ішетін ыдыстар тұр, Жан-жақтарында әртүрлі басқа сыныптың балалары отырады. Яғни біз оң жағымыз, сол жағымыз, алдымызда, артымызда және жоғарыда деген ұғымдарды не істейміз? Қалыптастырамыз, балалар, Қанекей. Енді балалар, қазір мен сендерге бір тапсырма енді қайталайсыңдар сендер. Яғни балалар, бір тапсырманы бересің. Қанекей, балалар. Қолдарымызды алдымызға қоямыз. Қанекей, алдымызға шығарамыз. Екі қолды бірдей алдымызға қойдық қолдарымызды. Қолдарымды арттарыма жасырамыз. Қанекей, артымызға жасырамыз. Мен сендерге қимылмен көрсеттім ғой. Енді дыбыстап айтам, сендер өздерің жасаңдар. Қолдыларыңды жоғары ұстаңдар. Қолдарыңды жоғары. Олжан, қолды жоғары. Яғни жоғары дегеніміз бұл жоғарыға көтеру. Қолымызды белімізге қоямыз. Мен сендерге тек қана айтам, сендер қимылды өздерің жасайсыңдар, қолды. Енді қолымызбен бетімізді ұстаймыз. Қолымызбен бетімізді ұстаймыз. Оң қолымызбен құлағымызды ұстаймыз. Оң қолымыз қайсы? Екі қол емес, мен оң қол дедім тек қана. Оң қолымыз қайсы? Тамақ ішетін қолымыз қайсы? Сол оң қол ма сенде? Оң қол дегеніміз бір мінекей. Қанекей, оң қол. Бұл сол қол, Олжан. Бізге оң қол керек. Мәди? Оң қол, мінекей. Оң қолымызбен құлағымызды ұстаймыз, оң құлағымызды. Сол қолымызбен мұртымызды ұстаймыз. Сол қолымыз қайсы? Мына дұрыс, Олжан дұрыс жасап отыр. Сен сол қол емес, Мәди, сен оң қолмен ұстап отырсың. Сол қолымыз қайсы?
сол қолымыз мінекей. Шатастырмаймыз, қолды қойып отырамыз да, сол қолымыз бе, мұрнымызды ұстаймыз. Мінекей, балалар, оң қол, сол қолды біз ажыратуымыз керек. Біз әлі де болса шатасамыз, көрдіңдер ма? Оң қол, сол қол дегенді дұрыстап жасаймыз. Балалар, енді сендерге мен бүгінгі тақырыпты жариялайын. Бүгінгі тақырып бізде қоршаған кеңістікте бағдарлау. Балалар, біз уақытты бағдарладық, иә? Күн, түн дегенді осы уақытқа шейін өткен сабақта күн, түн, сондай мезгілдерді айтатынбыз. Қазір мысал қандай? Мынау азан ба, түс па, кеш па, қай уақыт қазір? Қазір қандай уақыт? Қазір қай? Тамақ сендер қандай асты іштіңдер қазір? Түскі асты іштіңдер. Яғни қандай мезгіл қазір? Күннің қай мезгілі? Түс. Е? Түс мезгілі қолымызды. Түс мезгілі. Енді балалар, бүгінгі біздің қоршаған кеңістікте бағдарлайтынымыз, енді біз табиғатта не болып жатыр, соны бағдарлап көрейік. Сендерге бүгін беретін менің жаңа тапсырмам осы. Енді балалар, біз бір-бірімізге қатысты заттарды орналастыру алдында, артында, жоғарыда, төменде жаңа айтып кеттім ғой сендерге. Бүгінгі мақсат біз сол мақсатқа жету үшін сендерге бір ойын ұсынам, иә? Сол ойынды біз кезекпен-кезек жасап көрейік, балалар. Енді, балалар, мына жерде мен сендерге, мінекей, бұл не? Қандай сендер? Қараңдаршы. Бұл не? Мынау не? Ағып су, табиғат. Иә, қайталайықшы. Табиғат. Мінекей, табиғат. Мен осы жерге сендерге ілейін. Табиғаттағы қандай заттар? Мыналар тұрғандар нелер? Ағаштар. Мынау тұрған? Шөп. Мынау төбешіктер. Мынау ағып атқан не? Су. Судың ішінде не жүр? Балық. Дұрыс айтасыңдар. Яғни судың қасында үлкен не тұр? Ағаш. Мәди, үлкен ағаш өсіп тұр. Кәнекей. Енді сонымен қатар табиғаттан бөлек мынау қай жер? Үй. Дұрыс айтасыңдар. Үй. Яғни үй мына сүйреттің қай жағында тұр? Қалай ойлайсыңдар? Оң жағында ма, сол жағында тұр ма? Қараңдаршы. Қай жағында тұр ма? Сүйреттің сол жағында тұр, яғни мынау тұрғандар не дедік тағы да? Ағаштар. Мінекей, шырша ағаштар. Мінекей, үйдің несі мынау? Мынау не? Есік. Яғни үйге кіру үшін осы қақпадан адамдар кіреді, е? Үйдің жан-жағында не тұр? Гүл тұр, е? Яғни. Енді, балалар, осыдан бөлек мен тағы да бір сүйретті сендерге ұсынар едім. Яғни бұл табиғатта қандай жер бұл? Қараңдаршы, су. Яғни мына тұрғандар не екен? Су. Судың несі? Машина. Мына жермен машина жүретін жоқ. Бұл не? Судың жағасы. Судың ар жағында не көріп тұрсыңдар? Сақ. Судың ар жағында бұлттар. Бұл жерде дұрыс айтасың. Аспанда не ұшады? Ұшақ ұшады. Көрдіңдер ме? Яғни балалар, осы суреттерде бірдеме жетіспей тұрған сияқты, біраз заттар жетіспей тұрған сияқты. Сол заттарды кәнекей орналастырайықшы. Кел. Алдымен бір суретті, мына суретті, әлі сен келе қоя. Кәнекей. Мына жерден, мынау суреттердің ішіне қазір мен саған қояйын неге. Осы суреттердің ішіне сен танылап алда қандай заттарды қоятын едің мысалға. Кәнекей, қараш, осы заттардың ішінде не жетпей тұр. Мына суретті мысал сен қайға қояр едің? Үйдің жанына қоятын мен қоя қой. Кәнекей, жапсырамыз. Келсесіңдер ме балалар, әлі дұрыспен үйдің сен үйің қайықта. Үйдің қасында тұр қой балалар. Үйің қайда? Яғни, тұр, мінекей, үйдің қасында. Балалар не істеп жүр? Ойнап жүр. Әлі, тағы да не істейсің? Мінекей, мына заттардың ішіне қазір. Мынаны қайға шығырамыз? Осы суретті ғана қойып шықпас. Оны қайға қойыр едің? Ұшақты қайға қойыр едің? Аспан. Ұшақ? Аспанда. Дұрыс қойды ма балалар? Әли дұрыс қойды. Сен ұшағын құлап бара жатыр ғой? Сен қалай қоясың оны? Аспанға. Дұрыс. Яғни аспанға ұшу керек ол. Аспанда ұшатын не? Ұшақ. Ұшақ не істейді адамдарды? Мініп қайға барады? Баратын жеріне ұшақпен барады. Ол яғни ауада ұшатын ол көлік. Біз көліктер туралы өтіп едік қой балалармен. Енді осыған қарап кәнекей қойып шығамыз. Бұл қандай зат қазір қойып атқаным?
ит қаяқта жүреді екен? Үйдің жанында жүр екен, өте жақсы. Тағы да не қоятын едің сен? Тағы не жетпей тұр осы суретке? Бұл не? Сиыр, му дейді, яғни сиыр. Сиыр осы жерде тұрар ма екен? Жоқ, сиыр бір жақта жайылып жүру керек сияқты ғой. Яғни анау ақыр жаққа қойсаң болмай ма? Яғни мына жақта сиыр жайылып жүр. Жарайды, өте жақсы отыра ғой. Ұлжандай келе қойшы сен. Келе ғой Ұлжан. Келе ғой. Қазір. Мәди сен де не аласың қасың? Ал, Ұлжан, сен мына суреттердің ішін таңдап ал. Қай суретті қайыққа орналастырып едің? Кәне. Ал, орналастырalım. Мысық қайықта жүреді өзі? Қай жақта жүреді? Мысықты қайыққа қойыр едің? Иттің қасында ма? Ол екеуі, ит екеуі бір-бірін көрсе не істейді? Қуап қойын ит. Ананың атынан қолап мысықты көрсе. А мысық қайықта жүреді өзің қалай ойлайсың? Үйдің? Үйдің қай жеріне қойыр едің? Үйдің мына шатырда жүреді ол, иә? Болмаса үйдің жанында жүреді. Бір жерге орналастырады, иә? Бір жерге қоясың ба? Мен мысалы шатырға қойыр едім мысықты. Жарайды, оны да қабылдайық. Тағы да екінші сурет. Күнді қайыққа қойыр едім? Мына мысалы бірдеме бір ояққа да орналастырсаң болады. Болмаса мына ояқта сурет көбейіп кеткен жоқ па? Мына суретке керек емес па? Қалай ойлайсың? Аспан және Ұлжан, мына жерге қойсаңшы. Аспанға қойып тұр. Қалай болады екен көрем? Әдемі болды ма? Мінекей, яғни аспанда не шықты? Балалар келісесіңдер ме? Әли, мына жаққа қараймыз. Тағы бір екі сурет орналастырып тұр. Ағаш. Машинаны қайыққа қойып едің? Өте жақсы, жарайсың. Яғни машина қайыққа барадыр? Кәнекей, жоқ, түспейді. Неге түспейді? Шында? Ұстамай жүрген ғой, ішіне кетпес. Яғни машинаны жабыспайды. Бұл не ақ жабыспайды? Мүлден жабысып жүрді. Жарайды, жабыспаса. Ішіне кетпес. Басқа суреттер көр, тағы нені орналастырады? Көбірек қайықта болады. Ана суретті де қарап қой. Ол суретке де керек емес па? Ұлжан, ана үшінші сурет бос қалды. Үшінші суретке қарашы, көбірек керек емес онда. Қарасашы, судың жағасы, ағаш. Көбірек негізі қайда жүреді? Қайықта ұшады. Аспанда да ұшады және қайыққа қонады. Гүлге, гүлді көріп көрсетші маған, гүл бар мында суретте. Гүлге қондырып көрейік. Кәнекей, гүлге қондыр. Мысықты кішкене былай орналастыр, үйдің алдына қарай. Көбелеп гүлге кеп қонды дейік, иә? Өте жақсы. Келе ғой, Мәди. Отыра қой, Ұлжан. Рахмет саған. Мәди, келе ғой. Ал. Ал енді сен. Таныштап өзіне қой. Ал, Мәди. Өзі орналастырып шықсын, Мәди. Қандай сурет таңдап алды, Мәди? Бұл не? Бұл не? Балалар? Келсесіңдер ма? Ешкі. Ешкі қайда жүреді? Сол табиғатта, өте жақсы әнекей. Жайылып жүр, яғни, судың жағасында жүр екен. Келсесіңдер ма, балалар? Су ұшып, немесе шөпке міне жайылып жүр, яғни далалы жерде жайылып жүр. Өте тамаша. Оны қайыққа қойыр едің? Ұшыратын бені? Өте жақсы. Ол қайықта ұшады, қайықта? Аспанға, яғни аспанды таңдап аламыз. Кішкене жоғары ұшырмадың ба, Мәди? Аспан қайықта тұр, жоғарыда қарашы аспанда. Яғни жоғарыда, балалар, көріндер ма? Яғни құс деген қайықта жүреді? Жоғарыда, мінекей. Өте жақсы. Келесі. Қай суретті қарап? Балық. Балықты қайықта жүреді балық? Суда. Жақсы, өте жақсы. Суға қоямыз. Тура сол балықтың үстіне орналастырмай, бер жағын орналастырсаң болады судың. Суға, мінекей. Міне жерге. Иә. Өте жақсы. Келсесіңдер, балалар? Келесі, тағы да бір балық, Мәди. Оны қайыққа орналастыратын? Балық қайықта жүреді сумен? Суда. Мына жақта да су бар, Мәди, мінекей. Мына суға да орналастырсаң болады, иә. Келесі сурет ал. Ағашты қайыққа қоямыз? Ағаш қай жерде тұру керек деп ойлайсың? Тура соның қасында болмаса да, ағаш қайыққа қойылады. Мінекей, мына жерге де қоюға болады. Жолдың шетінде тұрады, болмаса мына жерде де тұрады мінекей ағаш. Иә?
мына жерде тура судың жағасында тұрады ағаш, жарайды ма? Мә. Енді ойлаудан сөйлеп тұр ғой. Тапсыра сал дейді. Мынау жөнді жабыспай тұр ғой что-то. Ол. Келесі. Келесі ағашты қайқа қояды? Мади. Келесі сөйлепті. Oldu. Ойбай, ешкімнің қасында жүрді. Жарайды, онда қабылдайық. Тауық деген өзі қаяқта жүрді? Тауық деген қаяқта жүрді? Дұрыс айтады, үйдің қасында, яғни үй жақта жүруі мүмкін мына жерде. Мысалы, жүруі мүмкін, тауық. Не істеп жүр ол? Жемін, өзінің жемін тауып жеп жүр, келесі жүреді. Мәди. Бұл не? Бұл не? Көрсет. Кеме, ол қаяқта жүреді? Астына. Аха, өте жақсы, яғни суда, дұрыс айтады бұл жантай. Олжан дұрыс айтады, бұл суда, бұл ұшақ, ол аспанда ұшып жүр. Келесі, Мәди тағы бір сурет не бұл? Құс, бұл қаяқта жүреді құс? Ағаштың басында жүреді, кәнеке, ағашың қаяқта? Сен бірақ жерде ағаш жоқ қой, басқа жақта да ағаш бар ғой. Мінеке, мына жерге отырғызсаң болмай ма? Мәди, мінеке, өте жақсы. Ағаштың басында отыр. Жарайды, рахмет саған. Келе ғой, әли. Жалғастырар барайды. Қазір Олжан қандай жалғастырамыз. Так, сен қандай не заттар? Осы үйдің таңлап ал, кез келген заттар. Бұл не? Бұл не? Көбелек, қайталаймыз. Көбелек қайда жүреді? Өте жақсы, мұны гүлге әкеп орналастырды. Яғни гүлдің қасында ұшып жүреді. Үйдің қасында, немесе үйдің үстіне мына отырғызып қойсақ болады мына мысықты ше. Ал ағаш қаяқта тұрады? Мыняқта бір ағаш орналастырсың, мыняқта да бір ағашты. Жарайды, неге? Өте жақсы. Мына жерге орналастырсаң болады неге ағашты. Ағаш мыняқта өсіп тұр, табиғатта, иә? Неге мына сиыр мыняқта қырда жайылып жүр, мынау инелік қаяқта жүреді екен. Неге мынандай жерлерде, мынандай сулардың жағасында жүру мүмкін, иә? Бұл не істейді инелік? Жоғары қойсайшы, не жерге? Ана ағаштардың басына. Инелік не істейді? Жоғарда ұшып жүреді, яғни табиғатта өте жақсы. Енді келе ғой, Олжан, сен отыра ғой, рахмет саған. Олжан, келе ғой, енді. Қалған, мында 3 суретіміз қалды. Енді осыны қайқа орналастыр едің, Олжан? Кәнеке. Орналастыра ғой. Балалар не істеп жатыр? Қаяқта жүр балалар? Яқта бір балалар ойнап жүр неке. Бұлар мынау үйдің маңайында ойнап жүр. Мына балалар өзінше бір бұрышта не істеп жатыр? Не теріп жатыр? Бұлар осы үйдің жанынан тере ме? Ондайды мүмкін мынандай орманды жерден теретін шығар. Қалай ойлайсың? Орманды жерден теруді мүмкін. Мынандай жақта орманды жерден теру мүмкін. Сен енді осы үйдің қасынан тергіздірдің ба? Жарайды, келсей болған да. Келесі. Машинаны су жабыстыра алмай жатырмыз, болмайды. Кәнеке? Жақсы екен? Жабыспай тұр ғой. Мына мен орналастыра сайға. Қолымен қыстырады. Машинаны жолмен келе жатыр. Және бұл не? Оны қайқа қояды. Қайқта ұшады. Аспанда ұшып жүре берсін бә? Болды ұшады. Яғни бұл қайқта жүретін. Жоғарыда. Енді балалар, мына отырған табиғат бойынша Олжантай айтып шықшы маған. Мына жерде не көріп тұрсың? Балалар не істеп жатыр? Айта ғой. Балалар құлпынай теріп жатыр, қанша қыздар балалардан? Қанша қыз екен берді? 3 бала, яғни 2 қыз және 1 бала. Мұндашы балалар не істеп жатыр? Bir bana Не істеп жатыр? Шармен ойнап жүгіріп жүр, балалар? Мына отырған? tor it. Ит қаяқта тұр? Hadi. Бұл қаяқта тұр? Қақпаның алдында, яғни адамдардың қасында. Бұл үй жануары болғандықтан балалардың қасында. Мәди отыра ғой. Отыра ғой дұрыс. Так, мына отырған? Сиыр. Бұл не істеп жүр? Шөп, яғни жайылып жүр, далалы жерде жайылып жүр. Қанша көбелек? 2 көбелек. Көбелектер не істеп тұр? Ұшып жүр, яғни гүлдің толық жауап бере ғой. Гүлдің қасында не істеп жүр? Ұшып? Ұшып жүр. Мынаудың? Бұл не? Мысық. Үйдің үстінде отыр, өте дұрыс айтасың. Мынау су,
Жарайды, бұл суретті Алиден сұрайық. Али, орныңызға отырып айта берейік. Мұнда не көріп тұрсың, Али? Су, яғни өзен, немесе көл. Көл су, яғни судың қасының ішінде. Мынау не? Пароход жүзіп келе жатыр, яғни бұл судың несі кеме, яғни жүзіп келе жатыр. Мынау судың жағасында бұл не? Машина. Немен келе жатыр машина? Жолмен, иә? Жолмен. Яғни жоғарда, төменде деген, жоғарда бізде не тұр? Жоғарда тұрған заттарды атап шықшы. Күн. Инелік. Қайтала. Инелік. Және ұшақ. Ұшақ, иә? Ал төменде машина жүзіп кетіп барады, иә? Яғни төменде және жоғарда. Мұнда төменде не тұр? Ағаш. Суда балық. Ал жоғарда не қылып жүр қараңдар? Жоғарда құстар, иә? Ұшып жүр, яғни жоғары, яғни төмен деген ұғымдарды балалар түсіндіңдер ғой, иә? Кішкене болса да мынау жаңағы жоғарғы төмен деген заттарды сендер кішкене ұғындыңдар, иә? Яғни балалар жанында тұрған, артында немесе қай заттың қандай болу екен, Али, бері қараймыз. Ұлжан, бері қараймыз. Яғни осы заттарды сендер жоғары және төмен деген ұғымды көрдіңдер ғой, иә? Табиғатқа орналастырып шықтық. Енді балалар, қазір мен сендерге мынаны енді қаратып беремін. Әр заттың өзінің сұлбасына қарай заттарды тыныш отырамыз. Тыныш мен өзім беремін қазір қаратып. Рахмалжан, сен осыны да қойып шық. Яғни әр затты өзінің ұяшығына қарай, пішініне қарай біз орналастырамыз, иә? Орналастырамыз, тыныш қойымыз. Мен сен мынаны қойып шық. Енді осы қазір қойып шықты қоя балалар. Яғни әр заттың өзі пішіні, өз ұяшығына қарай қойып шығамыз. Бұл келесі тапсырмамыз біздің көрдіңдер ме? Яғни әрқайсының көршілес жатқан пішіндерді, яғни түстеріне қарай сәйкестендіріп қойып шығамыз. Соны қойып, мынаны жасамадық. Осы екеуін алдымен мынаны бітірсең, сосын сен мынаны жасайын. Аха? Саған бітірейін. Қанекей заттар. Бір-бірімізге, бір-бірінің заттарынан көмектесеміз. Жарайды ма? Қойып шығады. Бұның заты қандай екен? Қойып шығамыз. Бір-бір заттан қойып шықсақ та жетеді. Мынаны қойып қойып қай заттарды тұрмаса. Мынаны қойып шықшалы, осыны қойып бершісің. Біреуінен қойшы. Әйде себебі, соның өзін орындап шықсаң да жетеді. Жарайды ма? Жүріс жөні, ол мынау керекті затын ғана қойып шықсайшы өзіңе. Керекті затын ғана қойып шықсайшы, пішіндеріне бар. Яғни, әр заттың өзінің, мінекі көріндер ғой балалар, біреу үлкен зат, біреу кіші зат, табиғатта жаңағы, әрбірінің өзінің, мына, әр түрлі мынау қазінеге байланыстырып қойып шығасың, дөңгелектерін бәрін қойып шыққанша, үстіне қарай сәйкестендіріп қойып шығаға. Жұлдызша. Жұлдызшалар қайда тұр? Жұлдызшалар төменде тұр. Мынау тұрған киімдер төменде, жоғарыда бізде нелер тұр? Ұлжан, мынау ненің сұлбасы? Алманың сұлбасы. Яғни алмаларды жоғарыға қойып шығамыз. Яғни күлең жоғарыда тұрған заттар және сол бойынша. Сен мынау қойып заттар. Осыны қойып шығамыз, сосын мына затты қойып шығамыз. Осы екеуінде қойып шығып кезек-кезек. Қанекей қойып шығамыз тез-тез, мінекі дөңгелектерді келісіп жатса, сен осыны қойып шық. Мінекі мынандай алдымен біреуін мінекі. Екінші зат мінекі қойып. Оң жақты. Енді осы суретті балалар қазір біреуін құрастырып бітейік, сосын кейін сол бойынша маған жауап бересіңдер. Жарайды ма? Қай зат, қай жақта дейді, қандай зат тұрған, оң жақта және сол жақта деген сияқты. Неге? Бәрі. Мінеке, көрдің ба біреуін? Бір затын таптым. Керек емес затты бұлай қоя бер, Мади. Сөйтті тек қана керек затыңыз ізде сұлба бойынша, мақма? Сұлба бойынша іздейміз да қойып шығамыз. Әр заттың өзінің ұяшығына орналастырып шығамыз.
мінекей мына заттардың бәрін сен қойсың солар бойынша орналастырып шығамыз мінекей көмектесейін саған кішкене бір біреуден осы біреуін орналастырып шықсаңдар сосын кейін сол бойынша жауап бересіңдер маған қойып шығыңдар алдыменен оң жақтағы зат сол жақтағыларды және ортасындағы төмендегі пішіндер бойынша маған айтып бересіңдер қандай пішіндер қойып шықтыңдар иә мінекей қойып шығыңыз сен негізі мына затты қоюың керек екен жарайды қойып шыққан екен сен үш бұрыш мына жақта пішіндер геометриялық пішіндерді таңдапсың иә сен дұрыс өте жақсы бұлар нелер киімдердің сұлбасы иә киімдердің сұлбасы қойып шығамыз қоя бер сол бұл не мыналардың қасына қоясың ғой мынауның бір киімдік бұл қай киімдік қалай ойлайсың қай жақ жоқ оған сәйкес келмейді көрдің ба пішіні сәйкес келмейді пішіні сәйкес келмейді сен сәйкес келетін пішін таңдап мінекей тағы сенің жұмысшың мінекей мәди сенің заттарыңнан қойып шығады қоя бер ма себебі қол мыналарды орналастырып түскенші қай жерге мынаны маған көрсін мұны көріп қойып түскенді ғой аха мынау не зат еді мінекей мына затты қоймадың сәйкес келмейді ма мынау үшін мынаны мына жерге қойып шығамыз ұяшықтарына сен дұрыс ұя алмай тұрсың өте тамаша өте жақсы мына машина мінекей қайқа қою керек мінекей бұл бұған сәйкес келмесе бұны қоя қою керек сөйтті уақытын кетірмей мынаны алып қоя бер мінекей мәди мынаны алып қой қаяғына қоясың өте жақсы тағы нелерің қалды тағы да орналастыра береміз болды тағы да не қалды мәди мен кішкене мәдиге көмектесіп жатырмын мәди мынаны қойып шығамыз өзің қой мен саған затты беремін бірақ сен өзің қоясың қай жерге қою керек екенін өзің табасың жарайды ма бір бірің өстіп жәрдемдесіңдер аха кім қандай зат таппай жатса сол затты қойып шығады жарайды ма кәнекей тағы да бір біріне жәрдемдесіңдер мінекей мына затты қайға қоямыз кәнекей мына затты мында қояйық неге аха жоқ оған сәйкес келмейді оған сәйкес келмейді мына неден орналастырсайшы кім бірінші бітетін қойып шыға бер бұл мынау жүгері мысалы бір жүгері қойып берейін саған қалған заттар бұл жақсылап қарасаңдар табасыңдар сендер тез асығыс неғылмаңдар жайлап қарап отырамыздар сұлбаға сәйкес келмесе егер түсіне қарап жасайсыңдар түсіне қарап жасайсыңдар мінекей молодец көрдің бе мінекей болады сен бағанадан бері оны ойланып отырған жоқсың жарайсың іздейміз бір біріміз үшін мынаны көрші мәди қай жақта тұр осы мәди мінекей өте жақсы дұрыс түсті ма ол не еді ол не еді мынау үшін мынаны көрші мынаған дұрыс келе ме екен қарашы мына кішкене ойлану керексіңдер балалар сендер ойланбай тез асығып жасап асықпай жасаймыз анау сұлбаның несі пішіні дәл келу керек несі келмейді алманы іздейміз осы жерде тапқанша көраха бітіртіппа кәнекей жылдан бітіреміз болды қазір енді осы бойынша мынаны қойып шығамыз мінекей аха енді бізде не қалды мінекей мынаған саламыз шалбарды мына жақ тұрған затты қайқа жүреді бұл мына жаққа кетті ал мына жаққа қоятын заттың іші
Умеди. Иә, енді қай зат қалды? Дөңгелек, мына төрт дөңгелегінде мынау тұрған затың қалды. Яғни тағы не қалды мына жақта көреміз. Яғни қойып шыққан заттарды қойғанымызша қойдық. Енді қазір мінекей мынаны қойып шықшы. Ау, мына. Мына қойған. Дұрыс, өте жақсы. Көрдің бе? Егер сен іздесің, дұрыстап іздесің. Ау, енді бұл осы жерге тұрған затты іздейміз. Кәнеке, мынаны қоймадың ба? Мынау сені қайқа қоямыз? Қайқа қоямыз? Мына дұрыстап қойсайшы мені. Жоқ, керісінше қоямыз. Мінекей, өте жақсы. Енді келесі мына тұрған затты қаяқта? Ол оған тұр. Бер, Мадиге бер. Көмектесіңдер өз, бір-біріңе көмектессіңдер, тез бітеміз. Түсіндер ме? Көмектесіңдер. Ау. Енді мынау төрт дөңгелекте мынау киімнің судасы тұр бізде Мадиге. Төрт дөңгелектің киімнің судасы қалды. Кәнеке соны білейік. Өте жақсы. Аха, міне көрдің бе, бір-біріңе өз жәрдемдессіңдер, тез табасыңдар. Дұрыс. Сенікі мұнда жоқ па? Қарап көрші, мынаның ішінде шығуы мүмкін. Мына дөңгелектер, мына бір дөңгелек табылды. Тағы несі қалды? Осы жерде жүрген жаңа. Мынау кімдікі? Аяқтадық па? Аяқтадық па? Мынау кімдікі? Жүрекшен қажет ғой, сен болса. Мына жүрекшен? Неге жүрекшен? Қойш. Көрдің бе нан? Ықтияттап қарамайсың. Жақсылап қарауымыз керек. Кішкене зейінді болыңдар балалар, жан-жақтарға кішкене. Көрдіңдер ме мені? Сендер асығып жасағаннан кейін ол шықпай жатыр. Мынаны бермейсің ба Мадиге? Маған бер Мади таппай отыр мені. Одан сен өзің қасыңа қойып алып отырсың. Мінекей мынау үшін. Мынау кімдікі? Так, мынау қойып шық тез. Мынау жүрекше кімдікі еді? Жүрекше кімдікі еді? Сен кім еді? Ненің сұлбас? Ара. Мынау тұрған не? Өкі. Қайтала. Мынау не? Не деп ойлайсың мынаны? Құрбақа. Аха, құрбақа, дұрыс айтады. Мынау ше, оң жағында бұл енді. Енді сол жақтағы бұрышында не тұр? Киім. Мынау жұлдыз, мынау? Балмұздақ бұл. Мынау? Жоқ, бұл не? Алма және? Жолбарыс, дұрыс айтасың. Енді суреттің ортасында ненің суреті тұр? Мәди, отыр. Мәди, отыр. Орнынан ондай ұқсатсыз тұрып кетті бер, Мәди, ондай. Отыр, Мәди, отыр. Отыр. Таппай отырмыз, тұра берсін. Жинағандарыңша жинаңдар. Мәдиге бершісін. Дүзу отыр. Мәди, жақын отыр да және дүзу отыр. Өте жақсы. Ортасында не тұр? Бұл не? Түлкі, е? Төменгі жағында не тұр? Киімдер, түстері қандай наның? Сары және жасыл киім тұр. Яғни оң жақта, сол жақта, ортасында да не тұр? Балмұздақтар, түрлі түсті балмұздақтар тұр, е? Жақсы. Так, Али, сені кіші. Мұнда не көрсетілген? Қалай ойлайсың мына суреттерде? Оң жақтағы суретті айтшы маған. Оң жағың қайсы сенің оң қолың? Яғни оң қол. Оң жағында бұл ненің суреті? Күннің суреті. Бұл жағын түзу отырамыз, бәрін түзу отырамыз. Күннің суреті және жауып атқан жаңбырның бұлт, е? Суреттің оң жағында. Енді төменгі жағына не көріп тұрсың осы суреттің? Олар не? Үш бұрыштар, е? Қандай түстерін атап шықшы үш бұрыштардың? Тыныш. Жасыл және сары. Сол жақтағы бұрышында суреттің атап шыға қойшы, қандай суреттер тұр? Бұл не? Иә, жаңбыр жауғанда ұстайтын бұл не? Қол? Қол шатыр. Аха. Тағы да не тұр бұл жерде? Күн. Аха. Енді ортасында бұл суреттің жоғарыдағы ортасында не тұр? Қар және бұлт. Өте жақсы. Мәди, сенікін атап шығайық, кәнеке суретіңнен. Мәди. Кәнеке айтып шығамыз. Бұл суреттің оң жағында заттарды атап шығшы маған. Кәнеке. Оң жағындағы суреттер бірінші қатарда атап шығайықшы. Бұл не? Киім. Дұрыс, мынаушы? Бұл не? Қайқа
келді бұны? Қалай киеміз? Открываемся. Қалай киеміз? Да. Жақсы істей бер. Шал бар, иә? Оны қалай төменгі жағымызға киеміз, шал барды, иә? Амдап болса да айта беріңіз. Мынау тұр. Бұл киім. Мынау да киім, иә? Жоғары жағында осы, оң жағында тағы не тұр? Бұл не? Қарбыз. Қарбыз бұл, иә? Пішіні қандай қарбыздың? Маған қарашы, Мәди. Пішіні қандай? Пішіні дөңгелек. Қайталаймыз. Дөңгелек. Енді сол жағын қарашықшы. Сол жағында не көріп тұрсың? Аю көріп тұр. Аюдың трактордың ішіндегі аю екен. Тағы не көріп тұрсың? Арыстан, дұрыс айтасың. Бұл қайықта тұр? Машина. Мынау тұрған? Бұл не деп ойлайсың? Қайқа кеді бұны? Қай жаққа кеміз? Мәди, қайқа кеді бұны? Мына зат. Көзімізге очки және мынау көзілдірік. Мұны басымызға бас киім бұл, иә? Және не мынау? Киім. Енді ортасында мына суреттің отыр, Ұлжан, отыра ғой, ананы құрастырып. Алдың алды соны, алдың алды құрастыр әлер, кәнеке. Алдың алды құрастыр. Және ортасында не тұр? Сәбіз дұрыс айтасың. Мынау? Апельсин, иә? Енді осында алманы және жемістерді көрсетші. Мынау деп көрсетіп шық. Қолмен көрсете бер. Жемістерді көрсетші. Қолмен көрсете бер. Мынау лимон және келесі қандай жеміс бар көрсетсің? Алма және құлпынай дұрыс айтасың. Жемістер, иә? Олар қаяғында тұр? Суреттің қаяғында тұр? Ортасында тұр, иә? Мыналар оң жақ, сол жақты көрсеттік және ортасындағы суреттер жоғарыда. Олар жоғарыда, иә? Бұл не? Тауықтың еті. Өте жақсы балалар, өте жақсы. Яғни балалар, Ұлжан, оң жақта және әлі сол жақта және төменде, жоғарыда деген заттарды не қылдық? Бүгін білдік. Иә? Өте жақсы балалар, сендердің сабаққа өте жақсы қатысқандарына. Қазір мен сендерге енді тура осындай заттарды жаңағы жасап бергендерің өте рахмет. Енді мынау жинаған заттардың бәрін мынаның ішіне қайтып саламыз, кәнеке. Қайтып саламыз балалар. Мынау кеңістіктегі бағдарлап жатқан суреттерімді мынау құрастырма суретті, яғни біз қайтадан саламыз, кәнеке. Мынандардың жинақтап. Балалар, енді қазір мынау сурет қойып қойып отырамыз бұл жағдай. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды ма? Кеңістікті бері қараймыз, түзіп отырамыз. Кеңістікті бағдарлауда қоршаған ортамен танысып шықтық. Бүгінгі сабақтан балалар не түсіндіңдер? Бірінші не істедік біз? Мынау тұрған суреттер арқылы не істедік? Қойып шықтық, оң жақтағы, сол жақтағы, жоғарыдағы, төмендегі, Ұлжан, мынау заттарды не істедік? Қойып шықтық, яғни кеңістікті бағдарладық. Жоғары, қайталаймыз, жоғары, төмен, оң жақ, сол жақ, алдыңда және артыңда деген ұғымды. Қазір сосын енді тағы қандай тапсырма орындадық балалар? Мынау құрастырма суреттерді, яғни ұяшықтарына орналастыру арқылы біз жоғарыдағы, төмендегі, ортадағы заттарды білдік балалар, түзіп отырамыз, Ұлжандай, түзіп отырамыз. Енді осы заттар балалар табиғатта күнделікті үйде көріп жүрген заттарды жақсылап зер салып жүргендер, сендердің үйлеріңде мысалы қай зат қалай тұр? Осы заттарды мұқият қарап жүріңдер. Бүгінгі сабаққа сендерге өте үлкен рахмет балалар. Біз енді келесі сабақта бөлменің ішіндегі заттарды орналастыруға тырысамыз, яғни осы суреттер арқылы біз бөлме ішіндегі заттардың қалай орналастыру керек? Ас бөлменің, қонақ бөлменің және кіреберіс бөлменің, балалар бөлмесінің, жатын бөлменің заттарын қоюға тырысамыз. Жақсы? Өте рахмет балалар, сендерге бүгінгі сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Ұлжан, өте жақсы балалар. Бүгінгі сабақты келесі жолы үйге берілетін тапсырма сендерге осы суретке бір ақпаратқа бөлменің суретін салып келеміз, кез келген бір бөлменің суретін салып, бояп әдемілеп сөйтіп алып келеміз. Жарайды ма? Ал сау болыңдар. Балалар, Ұлжан, бері қарай отырамыз.